үшін, сыныпта жақсы көңіл-күй орнату үшін кішкене бір-бірімізге арналған тақпағымызды айтып жіберейік, иә? Бастаймыз. Біз таңдаймыз, шұғылалы таңдаймыз, күлімдеген күндеміз, ренжігенді білмейміз. Балалар, біз бүгін сабағымызды жұптық тапсырмалар арқылы орындаймыз. Ол үшін қолдандағы мынандай сары кеспелермен әрқайсысын мына қарай шықсаңдар. Бірінші тұрған қатардағы оқушылар сұрақ оқиды, сол сұрақтың жауабын екінші қатардағы оқушылар тауып айту керек. Және де мына келіп жабыстырасыңдар. Жарайды ма? Бастаймыз. Алиса, бастай ғой. Бурабай самого сөздермен таныла қала. Көкшетау. Дұрыс па балалар? Иә. Дұрыс. Келесі сұрақ. Күріштің отаны. Күріштің отаны дейді. Қызылорда. Дұрыс па? Иә. Дұрыс. Келесі. Көмір өндіретін шахталарға бай қала. Аха, қай қала екен? Қарағанды. Дұрыс. Келесі. Экспо 2017 көрмесі өткізілген қала. Нұр-Сұлтан. Нұр-Сұлтан қаласы бұрын қалай аталды, Сабина? Сабина, Нұр-Сұлтан қаласы бұрын қай қала деп аталды? Астана. Келесі. Қазақстанның үшінші мегаполисі аталған қала. Иә. Дұрыс. Ғарыш айлағы бар қала. Байқоңыр. Дұрыс. Келесі. Қазақстанның ең ежелгі қалаларының бірі. Сараз. Дұрыс. Балалар, біз өз жұптарымызды таптық және сабақтың соңына шейін бірге жұмыс жасайсыздар. Сендерден алдымен үй тапсырмасын сұрағым келіпті. Біз өткен сабақтарда Абай Құнанбаев туралы және де Абай жолы романы туралы өткен болатынбыз, иә? Енді маған Абай Құнанбаевтың шын есімі кім екен? Кім айтып береді маған? Иә? Абайдың шын есімі Ибрагим. Ибрагим, өте дұрыс. Абайдың әкесінің аты кім? Иә, Айгерім? Абайдың әкесінің аты Құнанбай. Дұрыс. Абайдың әжесінің аты кім екен енді? Иә, Алиса? Зере, дұрыс айтасыңдар. Балалар, енді біз бүгінгі жаңа тақырыбымызды бастайық. Біздің бүгінгі тақырыбымыз ауыл мен қала деп аталады. Біздің тақырыбымыздың мақсаты, оқу мақсаты, тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша ақпараттарды анықтау. Ал екінші оқу мақсатымыз лексикалық мағынасы жағынан заттың сипатын, көлемін, салмағын, аумағын білдіретін сын есімдерді ажырата білу және оны ауызша, жазбаша жұмыстарда қолдану. Орындайтын тапсырмаларымыз мына сөйлемдерді мұқият оқимыз. Осы сөйлемдер егер дұрыс болса, қосу белгісін, яғни плюс белгісін, ал егер бұл сөйлем дұрыс емес болса, минус белгісін жабыстырасыңдар. Түсінікті ғой, иә? Енді бірінші сөйлемді оқиды, Себеш келе ғой, бірінші сөйлемді оқы. Сын есім заттың сынын, сипатын білдіретін сөз табы. Бұл дұрыс па, дұрыс емес па? Дұрыс. Дұрыс. Келесі, Пернеш келе ғой. Сын есімнің сұрақтары қандай қай? Дұрыс па бұл? Иә. Дұрыс. Балалар, ал біздің келесі тақырыбымыз бүгінгі тақырып бойынша сапалық және қатыстық сын есімдерді ажыратып жазуымыз керек. Ол үшін сендердің алдарыңа мен сендерге мынандай әрқайсысына сөздер бердім. Сол сөздер қай сын есім
жатады, сапалық па немесе қатыстық па, соны сендер анықтауларың қажет. Түсінікті ғой, иә? Келеміз. Әйгерім келе ғой, сенде қандай сөз? Ашық. Ашық. Ол сапалық па, қатыстық па? Сапалық. Дұрыс айтасың. Келесі. Нұрай, сенде қандай сөз? Тәртіпті. Тәртіпті. Ол қай сын есіне жатады? Қатыстық. Өте дұрыс. Қазақстандағы үлкен қалалар ол Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент. Қазақстанда 14 облыстар бар. Көлем бойынша әлемде 9-шы орынға ие. 130-дан Сабақты қорыта келе, мен сендердің алдарына мынандай бағалы парақшаларын бастадым. Осы бағалы парақшаларды сендер өздері бүгінгі тапсырмаларды қандай деңгейде орындарында соларды белгілеп шығыңдар. Одан кейін мен жинап аламын. Жарайды ма?